Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет медовик тортының рецептісін ұсынамын. Біз бұл тортты оқтаудың көмегінсіз ақ жасайтын боламыз. Сіздерге құпиясын ашатын боламын. Бұл тортты жеген кезде өте жұмсақ болып шығады. Және де осылай медовик тортының қанық қоңыр реңін шығарып жасайтын боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіз. Ең алдымен біз 150 грамм сары майымызды ерітіп алатын боламыз. Сосын 150 грамм шекерімізді де салып, араластырып, газымызды орташа отта қоятын боламыз. Біздің сары майымыз бен шекеріміз еріп болғаннан соң 2 ас қасық балымызды да салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міне бізде келесі ас содасын, 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып, баяу отта араластырып қозғап отырамыз. Міне видеода көрсетілгендей етіп, өзінің көлемін ұлғайтады, және де біз орташа отта осылай араластырып отырамыз, және де бұл өзінің реңін осылай қоңырқай реңін шығаратын болады. Міне менің араластырып отырғаныма 5 минут болды. Осылай реңі шыққаннан соң оттан алып суытып аламыз. Біз мұнда 3 жұмыртқамызды және де 50 грамм шекерімізді миксермен жақсылап көлемін ұлғайтқанша миксерлеп алатын боламыз. Міне көлемі ұлғайды. Енді біз жаңағы суытып алған қоспамызды осылай біртіндеп миксерімізді де баяулатып, бірге араластырып аламыз. Міне біз медовик тортының реңін осылай шығаратын боламыз. Ешқандай какаоны қосудың қажеті жоқ. Енді барып, ұнымызды да салып, осылай електен өткізіп, миксердің баяу жылдамдығымен араластырып отырамыз. Міне біздің тестамыз осындай сұйықтықта болуы қажет, қатты сұйық емес, және де қою да емес. Енді біз барып формамызды жасайтын боламыз. Менде 20 сантиметр диаметрі. Осылай фольганың көмегімен мен фольгада пісіріп алатын боламын. Сіздерге де лайфхак болсын, осылай өздеріңіздің кез келген формаларыңызда пісіріп алсаңыздар болады. Мен тортымның биік болуы үшін осылай 20 сантиметрмен пісіретін боламын. Келесі біз осылай мешокқа салып алатын боламыз. Біздің келесі тестамызды пісіретін кезде осының көмегімен бір тегіс етіп шығады. Осылай жаңағы формамызға айналдыра отырып, сосын қасықтың көмегімен тегіс етіп жайып аламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Алдын ала 180 градуста пешімізді қыздыртып қоятын боламыз, сосын барып пісіріп аламыз. Міне біздің коржымыз пісіп шықты, өздеріңіз көріп отырғандай. Өте жұмсақ болады, және де фольганың плюс жері осылай өзінен оңай алынатын болады тестасы. Және де оқтаусыз жайғанымыздың осылай оқтаусыз майсыз өзінің формасын ұстап тұрады, жұмсақ болып. Кремін жаққан кезде өте керемет жұмсақ болып шығады. Міне біздің корждарымыз барлығы пісіп шықты. Енді біз кремін жағып жинайтын боламыз. Барлығын көріп отырғандарыңыздай осылай мен заварной креммен жасадым. Бұл заварной кремнің рецептісін астында төменде қалдыратын боламын. Осылай барлығын жақсылап жинап алып, жан-жақтарына жақсылап кремдерін жағып, крошка жасап, бетіне жан-жақтарына сеуіп әрлейтін боламыз. Крошканы өздеріңіздің оқтаумен де немесе осылай блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Менде бір коржы кетті. Осылай барлығын жасап, бір күнге қалдырсаңыздар болады, немесе холодильникте 4-5 сағатқа қалдырсаңыздар, торттарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ болып шықты. Егер де менің рецептім ұнаса,
лайк және пікір қалдыра кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын жұмсақ красный барх тортының рецептісін бөлісетін боламын. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен біз 280 грамм айранымызды ас содасын 1 шай қасық салып, араластырып қойып қоятын боламыз. Келесі біз жұмыртқамызды және де қантымызды салып, миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Араласып болғаннан соң 100 грамм сұйық майымызды да салып жібереміз. Және де жай бір қалыпты жылдамдықпен миксермен араластырып отырамыз. Келесі кезекте міне біздің айранымыз өте керемет болып көтеріліп шықты. Және де красителімізді қосатын боламыз, қызыл. Менің красителім кішкене аздау болып қалды. Сіздер бұдан сәл көбірек қоссаңыздар болады. Сосын барып біз келесі тестамызға қосып, тағы да миксермен араластырып жіберетін боламыз. Келесі кезекте ұнымызды ситадан өткізіп алатын боламыз, ол міндетті түрде. Және де сол ұнымызды араластырып жатқан кезде 1 шай қасық разрыхителімізді де алып, тағы да араластырып, миксермен баяулатып, осылай тестамызды араластырып отырамыз. Міне біздің тестамыз дайын болды. Осындай көлемде болу керек. Енді біз пергамент қағазына осындай форманы дайындап аламыз. 24 дециметр менде осындай формаға дайындап, барлығын осылай корждарымызды пісіріп шығатын боламыз. Келесі біз кремін дайындайтын боламыз. Бізге керегі творожный сыр, барлығы холодильникте салқын болу қажет. Және де 100 грамм және сахарымызды салып, осылай миксермен бір қалыпты болғанша, жұмсақ болғанша осылай араластырып аламыз. Сосын барып салқын сливкімізді де құйып, жаяу бір қалыпты жылдамдықпен миксермен араластырып, креміміз дайын болғанша араластырып отырамыз осылай. Міне біздің креміміз дайын болды. Осы видеода көрсетілгендей етіп дайындасаңыздар болады. Енді біз тортымызды жинайтын боламыз. Міне біздің бисквиттеріміз осылай пісіп шығады. Өте жұмсақ болып шықты менің бисквиттерім. Енді осындай формаға өздеріңіз кез келген формаға салып, осылай кремін астына міндетті түрде жағып алыңыздар. Осындай креммен барлығын бір тегіс етіп жағып алатын боламыз. Сіздер де осылай видеода көрсетілгендей етіп жинасаңыздар болады. Тортымызды барлығын жинап болған соң, кремдерін жан-жағына жағып, бір тегіс жинап, сосын барып, біз жаңағы дайындап қойған крошкамызды осындай блендерден өткізсеңіздер болады. Блендермен өткізіп, жан-жақтарын аккуратно етіп, осылай барлығына тигізіп, жан-жақтарына осылай әсемдесеңіздер болады. Болған соң холодильникте 5-6 сағат қойып қойсаңыздар болады. Торт пен кремнің сіңіп, жұмсақ болуына өте керемет. Достар, біздің міне тортымыз дайын болды. Міне өте керемет болып шықты, жұмсақ болып тұр. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын торттардың бірі. Сіздер де жасап, осылай жақындарыңызды қуантыңыздар. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын мега шоколадный медовый тортының рецептісін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сізден бірден шығатын болады. Осылай қазіргі хит болып жатқан торттардың бірі. Жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, астында тұрған подписация кнопкасын басып, тіркеліп алыңыздар. Бізге ең алдымен осындай асты қалың отқа қоятын ыдысымыз қажет. Ыдысымызға 200 грамм қант
және де 4 жұмыртқа. Екеуін жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Келесі бізде 3 ас қасық балымызды қосатын боламыз. Барлығын венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып біздегі бөлме температурасында 100 грамм сары майымызды қосамыз. Сосын барып газге жаймен бір қалыпты етіп астын тоқтатпай араластырып отырамыз. Осы кезде ас содасын қосып жібереміз 1 чай қасық. 5 минуттай отта ұстаймыз, сосын барып алатын боламыз. Болған соң біз басқа ыдысқа құямыз осылай. Келесі бізде құрақ заттарымыз ұн және какао. 250 грамм ұн мен 50 грамм какаоны жақсылап бірінші араластырып аламыз. Сосын барып біз бірден ұнымызды салып жібермейміз, 3 бөліп салатын боламыз. Тестамызды жақсылап осылай 3-ке бөліп салып отырамыз. Міне бізде осындай тестамыз дайын болады. Формасы осылай болу қажет. Және де сіздер кез келген пергамент қағазына немесе фольгаға осылай формасын жасап алсаңыздар болады. Мен өзім фольга қағазына жасадым. Осылай біртегіс етіп, видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Тестамызды кейін піскеннен соң кесуге өте ыңғайлы болады. Болған соң 180 градуста 1-2 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің корждарымыз осылай пісіп шықты. Пісіп шыққан соң осылай формаларын жан-жақтарын кесіп алатын боламыз. Бұл біздің тортымызды әсемдеген кезде керек болады. Осылай мен осы 4 бұрышты 2 бөлікке бөліп, барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Барлығы бірдей болуы қажет. Менде осы тестадан 4 корж шықты. 4-еуінде осылай пісіріп алып, сосын 2-ге бөліп алатын боламыз. Барлығы формалары бірдей болуы қажет. Оны мұқият тексеріңіздер. Болған соң осылай сметаны заварной кремді жағып 5 минут 10 минутқа қалдыратын боламыз. Біздің коржымыз жұмсақ болғанға дейін. Бұл сметаны кремнің рецептісін астына төменге қалдыратын боламын. Сол жақтан көре аласыздар. Өте қолжетімді заттардан жасалынады. Және де дәмі деген өте жұмсақ болып шығатын нәзік торттарға арналған. Міне осылай 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Менде 15 минут өтті. 15 минуттан кейін мен осылай барлығын орап шықтым. Сіздер де осылай видеода көрсетілгендей етіп орап шығыңыздар. Өте әдемі торт болып шығады. Бастапқыда осылай жасаңыздар орап, сосын барып корждарыңызды қолмен жақсылап осылай видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Қолдарыңызға перчатка киіп алсаңыздар өте ыңғайлы. Міне біздің тортымыз дайын болды, орап болдық. Әдемі көрінеді. Сосын барып осындай шпательдің көмегімен тортымызды формасына қоятын боламыз. Қалған кремнен осылай сыртына жағып, біртегіс етіп жағып аламыз. Сосын барып формаға кигізіп тортымызды 3-4 сағатқа жіберетін боламыз. Өйткені біздің формамыз тегіс болып шығады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Осылай холодильникке жіберетін боламыз. Міне 3 сағат өтті. Сосын барып тортымызды ашатын боламыз. Сосын барып жаңағы шеттерінен қалған крошкаларын майдалап, шеттеріне жағып, біртегіс етіп, әрлеп әсемдейтін боламыз. Осы жаңағы қалған шеттерінен қалған корждарды блендермен немесе пакеттің ішінде оқтаудың көмегімен майдалап алсаңыздар болады. Міне біздің тортымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет және де құрамы арзан торттардың бірі. Достар, бұл негізі сатылымда жүрген торттардың бірі. Мен сіздерге тегін осылай жасап көрсеткім келді. Және де менің еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сонымен қатар осындай биік торт шығара алмай жүрсеңіз, міндетті түрде осы тортты жасасаңыздар, торттарыңыз биік және де әдемі болып көрінеді. Ас болсын!
Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын хит печеньеларының рецептісін бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен 2 жұмыртқа, 30 грамм какао, 180 грамм шекер және де қант ұнтағы керек болады. Ең алдымен біз ұнымызды салып, артынша разрыхитель, қант, какао, құрғақ заттарымыздың барлығын салып, араластырып аламыз. Араластырып болған соң ертілген сары майымызды, 2 жұмыртқамызды салып, жұмсақ етіп, печеньенің тестасын дайындайтын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қолымызға жабыспайтындай етіп, жұп-жұмсақ қамырларымыз дайын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамырымыз дайын болды. Печеньеларымызды біз 30 граммнан есептеп алсаңыздар болады. Сонда сіздерде бір келкі болып шығады. Барлығын домалақ етіп, осындай сахарный пудраға аунатып, сосын барып формамызға салып пісіріп алатын боламыз. Алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Сосын барып печеньеларымызды пісіріп аламыз. Менің каналымнан керемет видео рецепттерді жоғалтып алмас үшін астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Енді 180 градуста пешімізде пісіріп алатын боламыз. Келесі біз екінші печеньемізді дайындайтын боламыз. Бұл красный бархат печеньесі деп аталады. Бізде сары май, шекер және де 2 жұмыртқаны миксердің көмегімен араластырсаңыздар болады. Артынша осылай красителімізді де қосатын боламыз. Қасықтың ұшымен ғана қоссаңыздар, сіздерде қызыл түсті анық беретін болады. Осылай барлығын араластырып, артынша ұнымызды да салып, 2 бөліп салатын боламыз. Арасында ұн қопсытқышымызды, разрыхителімізді салып, жақсылап жұқа етіп, жұп-жұмсақ тестамызды дайындайтын боламыз. Барлық печеньенің құрамын және де грамдарын астында описанияға қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Сіздердің тесталарыңыз қолға жабыспайтындай өте жұмсақ болып тұруы қажет. Сонда біздің печеньеларымыз жұп-жұмсақ және де әдемі болып көтеріліп пісіп шығатын болады. Бұл печеньеларды да 30 граммнан есептеп алсаңыздар болады. Сонда бір келкі болып шығады. Бұл печеньеларды да домалақ етіп, сахарный пудраға аунатып, 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Сіздер бұл печеньені рецептісін өздеріңіз жасап, табыс көзіне айналдыруға болады. Осылай өте әдемі керемет шыққан печеньеларды сіздерде міндетті түрде сатып алатын болады. Құрамы да қолжетімді заттардан тұрады. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды, енді пісіріп алатын боламыз. Келесі бізде 3-ші печеньеміз бұл лимонды печенье болып табылады. Жұп-жұмсақ сары майымызды, шекерімізді және де 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Жұп-жұмсақ болып тұру қажет. Бізде сары майымыз бұл барлығын араластырып болғаннан соң, бізде лимонның сыртын үккіштен өткізіп, осылай печеньеңізға қоссаңыздар болады. Рең береді және де өте дәмін керемет болып шығады. Артынша лимонның жартысын, суын, 2-3 қасықтай суын қоссаңыздар өте керемет болып шығады. Артынша ұн және де ұн қопсытқышымызды да салып, жұп-жұмсақ етіп, тестамызды илейтін боламыз. Барлық печеньеларымызды жасаған кезде біздің тесталарымыз жұмсақ және де қолға жабыспайтындай болуы қажет. Ешқандай магазиннен печенье сатып алмай, сізде үйде осылай жасасаңыздар өте керемет болады. Құрамы да қатты қымбат емес және де қолжетімді заттардан тұратын дәмді жұп-жұмсақ печеньеларды өздеріңіз жасап көріңіздер. Барлық печеньеларымызда осылай домалақ етесіздер және де сахарный пудраға аунатып, осылай формасын салып пісіретін боламыз. Достар, бұл рецептпен достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне біздің 3 печеньеларымыз да пісіп шықты. Бұл печеньеларды тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Өте дәмді, хош иісті болып шықты менде печеньеларым. Осылай заказға жасап, табыс көзіне айналдыруға болады. Достар, егер де видео ұнаса және де сіздерге бұл рецепт пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, және де лайк басып, комментария қалдыра кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Поделиться етіп, жан-жаққа достарыңызға жіберіңіздер. Міне біздің печеньеларымыз дайын. Осылай жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын.
Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай заказға жасалатын торттардың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде менің каналыма подписация жасап, тіркеле кетіңіздер. Бізге ең алдымен бөлме температурасындағы 5 дана жұмыртқамыз қажет, және де 480 грамм сгущенкамыз қажет болады. Екеуін жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Миксер болмаса, венчикпен де араластыруға болады. Артынша құрғақ заттарымыз 10 және де 10 грамм разрыхителімізді де қосып, міндетті түрде ситадан өткізетін боламыз. Бізде осындай фольганы астына 4 бұрышты формамызға келтіріп, жақсылап барлығын бір тегіс етіп жайып алатын боламыз. Сосын барып біздің тестамыз бір жағы үлкен, кішкентай болмай тегіс пісетін болады. Міне біздіңкі дайын болды. Енді осылай барлық корждарымызды пісіріп алатын боламыз. Осылай біздің корждарымыз осылай қызарып пісетін болады. Барлығы пісіп болғаннан соң осылай көретін боламыз. Зубочистканың көмегімен піскеннен соң барып суытып қана формасынан ажырататын боламыз. Міне біздің келесі осылай коржымыз пісті. Сосын пышақтың көмегімен жан-жағын кесіп алып, осылай дайындап алатын боламыз. Бізде 4 корж осылай пісіп шықты. Келесі бізде кремін дайындайтын боламыз. Бұл жерде творожный сыр, сливки және де қант ұнтағы қажет болады. Барлық құрамын, рецепттерін астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Мен осындай крем-чиздің ыдысына істедім. Сіздерге де кеңес беремін. Осылай жасасаңыздар, сіздердің кремдеріңіз сыртқа шашырамайтын болады және де бір тегіс етіп, әдемі болып кремдеріңіз дайын болады. Осылай крем-чизбен және де сахарный пудрамызды екеуін жақсылап араластырып болғаннан соң салқын сливкимізді қосып, тағы да 1-2 минуттай араластырамыз. Сосын барып біздің креміміз дайын болады. Осылай кремдеріңізді дайындап алыңыздар алдын ала. Біздің осылай 4 коржымыз осылай пісіп шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай теп-тегіс және де жұп-жұмсақ болып шыққан барлығы. Осылай корждарымызды алдын ала дайындап алып қоятын боламыз. Және де кез келген өзіміздің астына осындай формаға салып дайындап қойсаңыздар болады. Менде бұл өзінде заказной болғандықтан осындай қораптың көмегімен астына қойып дайындайтын боламыз. Енді біз келесі осындай сгущенканы пропитка жасайтын боламыз. Біздің тортымыз, жұмсақ тортымыз одан сайын ауызда ерейтіндей етіп, жұп-жұмсақ етіп, корждарын осындай пропиткамен дайындаймыз. Келесі біздің Фубипайдың арналған насадкасының көмегімен 809 арқылы, насадкасы арқылы осындай шариктарын шығаратын боламыз. Бұл тортымыздың домалақ, әдемі болып көрінуі үшін өте қажет. Осылай барлығын жүргізіп болғаннан соң, мен осына крем-чиздің жарты бөлігіне осылай клубника джемін қостым. Бұл клубниканың дәмін келтіріп, тортты одан сайын дәмді етіп шығатын болады. Сіздерге де кеңес беремін, осылай жасасаңыздар, торттарыңыздың дәмі өте керемет болып шығады. Барлығын осылай лопатканың көмегімен тегістеп аламыз, сонда біздің тортымыз тегіс, әдемі болып шығады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасасаңыздар, торттарыңыз әдемі болып шығады. Бұны да сыртын пропитканы міндетті түрде жасаңыздар, ұмытып кетпеңіздер, сонда ғана сіздердің торттарыңыз жұп-жұмсақ және де нәзік болады. Достар, сіздерге осылай тапсырыстағы заказдардың рецептісін, осылай видео рецептісін түсірген сіздерге ұнайды ма? Егер де ұнаса, астында комментарийға қалдыра кетіңіздер, я немесе жоқ. Сіздерге осылай сол комментарийға қарап, осылай заказной торттардың рецептісін бөлісетін боламын. Және де сіздерге қандай торттар ұнайды, сол торттарыңызды комментарийға жаза кетіңіздер, мен міндетті түрде оқып жауап беретін боламын. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Және де өте керемет 100% оригинал рецептерді таба аласыздар. Соңында біз осылай ганашымызды, шоколадымызды клиенттің сұрауы бойынша осылай жасадық. Шоколадымызды бетіне бір тегіс етіп, жағып, осылай тегістеп шығатын боламыз.
Міне біздің сыртын шоколадымызды бір тегіс етіп жағып болдық. Енді клиенттің сұрауы бойынша бетіндегі оформлениясын жасайтын боламыз. Бізде әрлеу жұмыстарында осындай жазуы болды. Жазуларын жазып, анасы және баласының туылған күндері бір күнде болғандықтан осындай жазумен және де әрлеумен осылай болып шықты. Ал сізге бұл торт ұнады ма? Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын тортты жасайтын боламыз. Тортты бір жасағаннан осылай әдемі болып шығатын болады. Астында тұрған подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен 160 грамм қант және де 4 дана жұмыртқамызды жақсылап миксермен көлемі ұлғайғанша миксерлеп алатын боламыз. Артынша ерітілген сары май және де Қазақстан шоколадын осылай микроволновкада ерітіп аламыз. Еріген сары майымыз бен шоколадымызды міндетті түрде ыстық болмауы қажет. Екеуін біркелкі етіп араластырып болғаннан соң ғана суытып массамызға қосатын боламыз. Артынша араластырып болғаннан соң құрғақ заттарымыз ұн, какао, разрыхитель барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын барып екі бөліп біркелкі етіп салатын боламыз. Дайын болған корждарымызды енді осылай өзіміздің кез келген диаметрге қарай пісіретін боламыз. Менде бұл жерде диаметрі 20 сантиметр. Осылай алдын ала пергамент қағазына сызып, осылай барлығын бір тегіс етіп жағып алатын боламыз. Барлығын дайындап болғаннан соң артынша творожный сыр, қант ұнтағы және де сливки салқын болу қажет. Барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң біркелкі қою көлемде креміміз дайын болады. Төменде описание бөліміне барлық құрамын жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Кремімізді бұлай миксермен өте көп уақыт миксерлемеуіміз қажет, өйткені біздің креміміз іріп кетуі мүмкін. Сол себепті осылай кремдеріңіз плотный болған кезде ғана миксерді тоқтататын боламыз. Міне бізде осылай 6 корж шығады. 6 коржымызды осылай барлығын дайындап суытып аламыз. Суып болғаннан соң кремдерімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Тортымызды осындай кальцоның көмегімен жинайтын боламыз. Дайын кремдерімізді осындай кондитерский магазиндерден алсаңыздар болады. Осындай мешокқа салып, бір тегіс етіп, кремдеріміздің әр бөліктеріне осылай бір тегіс етіп жағып шығамыз. Жинап болған тортымызды 5-6 сағатқа немесе бір түнге қалдырсаңыздар, біздің тортымыз жұп-жұмсақ болып, торттың кремі бір-біріне сіңіп, әдемі болып тұрады. Келесі біз қалған кремнің бөлігін сыртын қаптайтын боламыз. Бізде осылай кондитерский магазиннен осындай қоңыр цветін алатын боламыз. Өздеріңіздің торттарыңызға қарай цветін өздеріңіз таңдайтын боласыздар. Менде осындай қоңыр түсті крем дайын болды. Енді біз 5-6 сағаттан кейін ғана тортымыздың сыртын қаптайтын боламыз. Осылай теп-тегіс болып шығады. Сыртын жаңағы кремімізбен қаптап бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Бізде туылған күннің иесіне осындай сахарный бумагаға осындай сөздерімізді алдын ала шығарып алдық. Сосын барып шығарып болған қағазымызды формасынан кесіп, мастикамен астын жабыстыратын боламыз. Мастикамен жабыстырып болғаннан соң осындай таяқшалардың көмегімен барлығын осылай қадап астына қойып шығатын боламыз және де 1-2 сағатқа қалдырып кептіріп аламыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Дайын болған тортымызды осылай барлығын оформлениясын өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын! Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен той дастарханына арналған пирожнилардың рецептін бөлісетін боламын. Бұл жерде ең алдымен пупи-пай пирожныйын үйренетін боласыздар. Менің каналыма подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен бізге 6 дана жұмыртқа және де қантымызды жақсылап миксерден 5-6 минуттай осылай көлемі ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Осылай көлемі ұлғайғаннан кейін барып 80 грамм сұйық майымызды да салып араластыратын боламыз. Келесі бізде бөлме температурасында 120 грамм сүтімізді де салып бірге араластырамыз.
Келесі бізде құрғақ заттарымыз ұн, какао және де ұн қопсытқышымызды ситадан өткізіп аламыз. Ұнымызды біз екіге бөліп, осылай лопатаның көмегімен немесе миксердің ең төменгі баяу жылдамдығымен араластыратын боламыз. Описание бөліміне барлық құрамын төменде қалдыратын боламын, сол жерден қарап біле аласыздар. Міне біздің осылай тестамыз дайын болғаннан соң, өздеріңіз кез келген осындай бірдей ыдысымызға салып, екіге бөліп алатын боламыз. Екіге бөліп алғаннан соң, бізде алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста осындай кез келген формаға салып, тегістеп пісіріп алатын боламыз. Біздің формамызда осылай бір тегіс болу қажет. Бұл бізде бір тегіс болмаса, біздің осылай корждарымыз бір жері үлкен, бір жері кішкентай болып шығуы мүмкін. Сондықтан сол жерін байқаңыздар. Келесі бізде кремін дайындайтын боламыз. Бізге 400 грамм салқын творожный сыр және де қант немесе қант ұнтағын екеуін жақсылап миксермен біркелкі болғанша осылай баяулатып миксерлейтін боламыз. Келесі бізде салқын сливкиімізді 400 грамм сливкиімізді де құйып, біркелкі етіп миксерлейтін боламыз. Сіздердің сливкилеріңіз міндетті түрде 33%-тен кем болмауы қажет. Кремді миксерлеген кезде сіздердің миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырыңыздар. Сонда кремтеріңіз әдемі болып шығады. Артынша осылай біркелкі болғаннан соң 200 грамм осындай Қазақстан шоколадын ерітіп алдын ала кремге қосатын боламыз. Бұл біздің пирожныйымыздың дәмін шоколадты етіп, дәмін ерекше етіп тұрады. Осылай барлығын бір тегіс етіп кремдерін жағып алатын боламыз. Осылай жағып болғаннан соң екінші коржымызды да үстінен біркелкі етіп, үстіне қойып шығатын боламыз. Біздің коржымыздың жоғарғы бетіне жұқа етіп, осындай кремдерімізді де жағатын боламыз. Бұл біздің коржымызды осылай әдемі болып көрінеді, және де бізде 300 грамм осылай ерітілген шоколадымызды үстінен бір тегіс етіп тегістейтін боламыз. Мен астында осындай шоколадты глазурның рецептісін астынан қалдыратын боламын, сол жерден қарап көре аласыздар. Міне біздің пирожныйымыз бір күнге қалдырдым, бір күннен кейін осылай пирожныйларымызды кесіп, формаға салатын боламыз. Алдын ала осындай жан-жақтарын жұқа етіп, бір тегіс етіп, пышақтың көмегімен кесіп аламын. Сосын барып, өзіміздің кез келген формамызға салып, осылай әсемдеп дастарханымызға қоятын боламыз. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ас болсын! Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен клубникалы пирожныйдың рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 6 дана жұмыртқа және де 370 грамм қантымызды жақсылап 5-6 минут осылай көлемі ұлғайғанша миксердің жоғарғы жылдамдығымен осылай миксерлейтін боламыз. Артынша 90 грамм сұйық майымызды да салып, осылай араластырамыз. Бөлме температурасындағы 175 грамм жылы сүтімізді де қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Келесі бізде құрғақ заттарымыз, ұнымызды ситадан 2 бөліп өткізетін боламыз. Осылай барлығын біркелкі етіп араластырып, және де 15 грамм ұн қопсытқышымызды да қосып бірге араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, біркелкі болғаннан соң, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 2 бөлікке бөліп пісіріп алатын боламыз. Келесі бізде 550 грамм творожный сыр және де 140 грамм қантымызды жақсылап миксерден араластырып, біркелкі етіп болғаннан соң, артынша 500 грамм сливкиімізді салып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен біркелкі болғанша араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Дайын болғаннан соң, розовый красителіміздің кішкене ғана азғантай бөлігін осылай кремімізге қосып, тағы да біркелкі болғанша араластырып жібереміз. Міне біздің креміміз дайын болды. Осылай розовый түстес болуы қажет.
Келесі бізде бисквиттерімізді осылай жинайтын боламыз. Менде осындай клубниканың вареньесі болды. Клубниканың вареньесін мен осындай бірінші қоржыға жақсылап бір тегіс етіп осылай жағып шығатын боламыз. Артынша дайын болған кремімізді де бір тегіс етіп кремдерін жағып шығамыз. Жағып болғаннан соң екінші бисквитімізді де үстіне салып, келесі бетіне жұқа етіп жағып шығамыз. Міне бізде осылай дайын болады. Дайын болғаннан соң екі жан жағын шеттерін жұқа етіп кесіп аламыз. Және де өзіміздің кез келген формамызға кесіп, дайындап формамызға салатын боламыз. Достар, егер де сіздерде той немесе жиын болатын болса, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, және де той дастархандарына осылай заказ алып тапсырыс жасасаңыздар болады. Егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер, және де астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіз. Сәлем достар, бүгін сіздермен лимонный пирожныйдың рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Таза құрғақ ыдысымызға 6 дана жұмыртқамызды саламыз. Артынша 370 грамм қантымызды салып, 5-6 минут миксердің көмегімен жақсылап, көлемі ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Келесі бізде осылай биіктігі көтерілгеннен соң 175 грамм жылы сүтімізді де құйып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен баяулатып араластырамыз. Келесі бізде ұнымызды да ситадан міндетті түрде өткізетін боламыз, және де ұн қопсытқыш барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Біз ұнымызды екі бөліп араластыратын боламыз. Осылай барлығы біркелкі болғаннан соң барып, алдын ала дайындап қойған лимонымыздың согын ажырататын боламыз. Бұл жерде бір лимонның согы осы бір пирожныйға кететін болады. Сіздерде осылай бір лимонның согын алдын ала дайындап қойсаңыздар болады. Бұл бисквитімізді хош иістендіріп, және де адамның аппетитін ашатын болады. Осылай барлығын біркелкі араластырып болғаннан соң 20 грамм макты осылай қосып араластыратын боламыз. Бұл біздің бисквитімізді ерекше етіп көрсетеді. Және де осындай бір лимонның сыртын, седрасын қосатын боламыз. Маған осы той дастарханынан ерекше дәмді және хош иісті болып тұратын осы лимонный пирожный десерті қатты ұнайды. Сіздерге де кеңес беремін, осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне біздің тестамыз дайын болды. Енді қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Бұл пирожныйдың тестасында екі ыдысымызға бөліп теңдей етіп аламыз. Және де осындай формамызға салып, пирожныйларымызды бір тегіс етіп пісіріп алатын боламыз. Бізде келесі кремін дайындайтын боламыз. Креміне творожный сыр, сливки және де қант барлығын жақсылап араластырып, біркелкі крем болғанша араластырамыз. Және де соңында бізде кремімізге лимон согын қосатын боламыз. Бұл жерде бізде бір лимонның согы алынған. Сіздер де қосып көріңіздер, дәмі өте дәмді және де хош иісті болып шығады. Міне біздің бисквитіміз осылай пісіп шықты. Енді біз корждарын жинайтын боламыз. Осылай бір тегіс болғаннан соң, ешқандай пышақтың көмегінсіз тегістеп бір келкі етіп кремдерімізді жағатын боламыз. Кремін жағып болғаннан соң екінші бисквитімізді де орналастыратын боламыз. Және бетіне кремімізді көп емес, тек қана аз ғана бөлігін бір тегіс етіп жағып шығамыз. Және де бір түнге қалдырсаңыздар, келесі күні кесіп, әрлеп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Келесі біз бисквиттерімізді теңдей етіп, бөліктерге бөлетін боламыз. Міне біздің пирожныйларымыз дайын болды. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер, және де міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын!
Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен той дастарханына арналған красный бархат пирожныйлардың рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Таза құрғақ ыдысымызға 6 дана жұмыртқа және де қантымызды салып жақсылап миксермен 5-6 минуттай осылай көлемі ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Осылай көлемін ұлғайтқаннан соң бізде ерітілген сары майымызды қосатын боламыз. Барлық құрамын астында тұрған описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Келесі бізде осындай бөлме температурасындағы айранымызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң бізде ұн және де ұн қопсытқыш және де қызыл красителімізді қосатын боламыз. Бізде ұнымызды екіге бөліп осылай ситадан өткізетін боламыз. Сосын барып жақсылап араластырып біркелкі теста болғанша осылай миксердің ең төменгі баяу жылдамдығымен миксерлеп араластыратын боламыз. Барлығы біркелкі араласып болғаннан соң соңында бізде керегінше қызыл бояуымызды қосатын боламыз. Бұл бояуды кондитерский магазиндерден таба аласыздар. Және де сіздерге қолданатын красительдің түрі индийский красительді қолдансаңыздар, сіздердің тесталарыңызға әдемі қанық цветін беретін болады. Келесі бізде осылай екіге бөліп, теңдей екіге бөліп аламыз. Бұл бізде бисквиттеріміз теңдей болып, бірдей болып пісіп шығады. Осындай кез келген ыдысқа салып аламыз. Бізде осындай формаға 26-38 форманы алсаңыздар болады, соған келеді. Сол формаға осылай жан-жағын дұрыстап, бір тегіс етіп, бисквитімізді 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Келесі біз кремін дайындайтын боламыз. Бізде 500 грамм творожный сыр және де 150 грамм қант, екеуін жақсылап біркелкі болып араласқанша миксерде араластыратын боламыз. Соңында біркелкі болғаннан соң 33%-тік 450 грамм сливкимізді да қосатын боламыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығымен кремдерімізді араластырамыз. Осылай біркелкі болып, креміміз дайын болған кезде тоқтататын боламыз. Міне біздің креміміз дайын. Енді бисквиттерімізді крем жағып жинайтын боламыз. Сізде биіктігі осылай бір жері тегіс болмай шықса, осындай пышақтың көмегімен бисквиттеріңізді тегіс етіп дұрыстап алуымыз қажет. Өйткені біздің бисквитімізді кремдерін жағып жинаған кезде тегіс болмай шығады. Сондықтан міндетті түрде осындай пышақтың көмегімен бисквиттерімізді тегістеп алатын боламыз. Кремдерімізді жағып болғаннан соң екінші бисквитімізді қойып, үстіне келесі бетіне кремдерімізді жұқа етіп жағып шығамыз. Сосын бір түнге қалдырсақ өте керемет болады. Келесі бізде пирожныйларымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен осы шеттерін бір тегіс етіп алып шығамыз және де теңдей етіп осылай пирожныйларымызды кесіп шығатын боламыз. Және де той дастарханына осындай астындағы ыдысына салып ұсынсаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса және де ұнаса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер және астына тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Ас болсын! Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай заказға арналған квадратный үлкен көлемді торттың рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен біз таза ыдысымызға бөлме температурасында тұрған 9 жұмыртқамызды ақуыз мен сарыуызынан бөліп алатын боламыз. Ол міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Бірінші ақуызын миксерлеп бастаймыз. Миксерді ең төменгі жылдамдықпен жаймен бастайтын боламыз. Миксерлеп жатқан кезде қантымызды 3-ке бөліп салатын боламыз. Жұмыртқаның ағын қанша біз көбірек миксерлейтін болсақ, біздің бисквитіміз де соншалықты биік болып және де әдемі болып пісіп шығады. Біз миксермен 10-12 минуттай миксерлейтін боламыз. Міне біздің ақуызымыз дайын. Осылай жұмыртқаның ағы осылай ағарып, әдемі болып шығады. Миксермен былай ұстап көтерген кезде ол түспей өзінің формасын ұстап тұруы керек осылай. Келесі бізде жұмыртқаның сарыуызы, қалған бізде қантымызды екеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Бұларды да өзінің көлемі ұлғайғанша ағартып, формасын ұстайтындай етіп миксерлейтін боламыз. 6-7 минуттай миксерлейтін болсақ жеткілікті. Міне біздің жұмыртқаның сарыуызы да дайын. Осылай
көлемі ұлғайып, осындай ағарып, әдемі болып шығады. Дайын болған массамызды енді екеуін біріктіретін боламыз. Бұл бисквит барлық пештерде, духовкаларда пісе береді, ешқандай пешті талғамайды. Бар болғаны біз бисквитті дұрыс пісірудің рецептісін және де қалай жасау керек екенін білсек болды. Енді біз екі массамызды біріктіретін боламыз. Тек енді миксерді қажет етпейміз. Келесі бізде осындай лопатканың көмегімен араластырып барлығын біріктіретін боламыз. Осындай лопатканың көмегімен баяу барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Міндетті түрде барлығы араласуы қажет. Барлығын араластырып болғаннан соң, келесі құрғақ заттарымыз ұн және де ұн қопсытқыш, қалауыңызға қарай ванилин, барлығын қосып араластыратын боламыз. Оны да міндетті түрде осындай лопатканың көмегімен араластыруымыз қажет. Онымыз міндетті түрде жақсылап араласуы қажет. Достар, менің каналымда көптеген торттардың және де одан бөлек тәтті десерттер, тағамдардың рецепттері бар. Сондықтан менің каналымды жоғалтып алмас үшін астына тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Бисквитімізді жасап жатқан кезде біз міндетті түрде жарты сағат алдын пешімізді қосып қоюымыз қажет. Бисквитті араластырып жатқан кезде міндетті түрде ұнымыз арасында қалып кетпеуі қажет. Жақсылап барлығы біркелкі араласуы қажет. Араласып болғаннан соң міндетті түрде өздеріңіз кез келген формаға салып пісіріп алатын боламыз. Мен осындай екі формаға екі бөліп пісіріп алдым. Бисквиттеріміздің бетін бір тегіс етуіміз қажет, сонда біздің бисквиттеріміз тегіс әдемі болып шығады. Бисквиттің қамырын құйып болғаннан соң, ең соңында міндетті түрде осы лайфхакты қолданыңыздар. Осындай ұзын таяқшаның көмегімен барлық бисквиттеріміздің арасын осылай айналдыра, бір тегіс етіп осылай айналдыруымыз қажет. Сонда біздің бисквиттеріміз біркелкі болып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Бұл бисквиттеріміз өте жұп-жұмсақ болып шығады. Бұл бисквиттерді үй жағдайында да жасап, кремсіз де жесеңіздер болады, дәмді болып шығады. Бұл бисквиттің рецептісі менде 2 еселенген. Барлық формасын және де құрамдарын толық ақпаратты астында описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көре аласыздар. Міне біздің бисквиттеріміз пісіп шықты. Осылай әдемі қызарып пісіп шығатын болады. Бисквитімізді суытып болғаннан соң ғана барып формасынан шешіп алатын боламыз. Бисквиттерімізді суытып, формадан шешкеннен соң ортасынан бөліп, дайындап, қар жинауға жіберетін боламыз. Менде бұл заказ торт болғандықтан осылай 4 бөлікке бөліп алдым. Бисквиттердің арасы керемет болып пісіп шыққан, аралары жұп-жұмсақ, нәзік болып шыққан. Осылай барлық корждарын тура 2 бөлікке бөліп алатын боламыз.
Келесі кезекте біз кремін дайындайтын боламыз. Бізде крем-чиз бізге 1 килограммдай қажет болады, және де 900 мг сливки және 300 грамм қант қажет болады. Барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырып, кремдеріміз дайын болғанша араластырып тұратын боламыз. Міне менің кремім дайын болды. Осындай көлемде формасын ұстайтындай болуы қажет. Корждарымызды енді жинайтын боламыз. Менде осындай 4 корж шықты. Бірінші коржымызды орнына қойып, пропиткамен осылай сүтті сумен осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Артынша осындай кондитерский мешокқа салып, кремдерімізді біркелкі етіп жинайтын боламыз. Міне достар, біздің тортымыз бітуге дайын қалды. Осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген оформлениямен жасап, осылай торттарыңызды жасасаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қазақша каналымды дамуына өз үлестеріңізді қосып, және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын.
Сәлем достар, осындай керемет медовый сан тортының рецептімен бөлісетін боламын. Сіздер астында тұрған подписаться кнопкасын басып менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Ең алдымен бізде сармайымызды ертіп аламыз, асты жай отта ертіп аламыз, сосын балымызды қосып, артынан содамызды да, жарты шай қасық содамызды да қосып, кішкене баяу отта астын жаймен етіп осылай араластыратын боламыз. Міне біздің уже көлемін ұлғайтып жатыр, осылай бірнеше минут, 5 минуттай, 5-6 минуттай осылай рең кіреді, осылай қызғыш болып, сосын оттан алып суытып қоямыз. Біз мына жақта шекерімізді, жұмыртқамызды 2 есе көлемін ұлғайғанша миксерлеп алатын боламыз. Міне біз дайын болды. Суытып аламыз алдын ала. Суып болғаннан соң екеуін бірге араластырып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз осылай. Келесі кезекте осылай құрғақ заттарымызды ұнымызды жақсылап ситадан өткізіп, осылай миксермен шашырамас үшін бірінші араластырып аламыз. Сосын барып, осылай тестамызды дайындайтын боламыз. Міне біздің тестамыз дайын болды. Осылай арнайы осындай мешоктарға салып, осылай бізге керекті формамызға алып, осылай жүргізіп, санымызды ретімен осылай тегіс етіп, құйып, форманы тегістеп, үстінен жағып шығамыз осылай. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Осылай барлығын тегістеп болғаннан соң пісіріп алатын боламыз. Бізде 3 корж шығады осыдан. Корждарымыз пісіп шықты. Пісіп шыққаннан соң осылай форманы үстінен қойып, сызып, осылай кесіп алатын боламыз. Осылай дайын 1 деген сан шығады. Сосын барып кремдерін дайындайтын боламыз. Бізге творожный сыр, алдын ала осындай ыдысқа істесеңіздер болады. Кремдеріңіз миксерлегенде шашырап кетпейді. Осындай ыдыс өте қолайлы. Сосын қант ұнтағымызды салып, және де сливкимізді қойып, осындай крем шығаратын боламыз. Кремді шығарып болғаннан соң, мешокқа өзінің насадкасымен, вупипайдың шығаратын насадкасын алдым мен. Сол насадканы алып, кремімізді осылай жағатын боламыз. Міне біз корждарымызды осылай туырлап орнына қойып аламыз. Сосын барып, кремімізді осылай шарик етіп, домалақ етіп, осылай шарик етіп жүргізіп алатын боламыз. Менде коржым кішкене ісініп шықты, сол себепті бетін осылай кішкене кесіп алдым. Ол ондай қатты қорқынышты емес. Келесі мен начинкасына осындай карамельді жағып шықтым. Сіздер жақсаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша. Осылай торттың дәмін келтіріп, өте әдемі болады. Осылай корждарымызды үсті-үстіне қойып, осылай жинайтын боламыз. Менде 3-ші соңғы коржы, осылай барлығын шариктап жинап алып, келесі кезекте бетін әрлейтін боламыз, қалауымыз бойынша. Келесі кезекте біз осылай бетін әрлейтін боламыз. Осындай печеньеларды өзінің тестасына пісіріп алдым, формалармен жүрекше етіп, әртүрлі өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пісірсеңіздер болады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Бұл торт менде тапсырысқа арналған торттардың бірі. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер. Ас болсын.